Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін Көкейтесті каналының оқырмандары. Біз Көкейтестінің өткен кезегінде Қазақстанда жұмыс жоқ болса, өзбек азаматтары не жұмыс істеп ақша тауып жатыр деген тақырыпта сөз қозғаған болатынбыз. Осы тақырыбымыз оқырмандарды да бейжай қалдырған жоқ. Әрине, осы тақырыпты қаузауымызға байланысты кейбір азаматтар қазақты жалқау, жатып ішер деп айттың, өзбектің артына кіріп отырсың деп бізді негізсіз кінәлап та жатыр. Біз ешқашан өз ұлтымызды сыртқа теуіп, немесе қазақты жалқау деп басқа ұлттарды аспанға ұшырып отырған жоқпыз. Бар айтпақшы ойымыз, неге біздің азаматтар жұмыс жоқ деп текке жатуы керек? Неге қарапайым жұмысшылардың қалтасымен миллиондаған доллар шетел асуы керек? Ойланайық деген мәселені ортаға салу болатын. Әрине, Қазақстанда өзбек, қырғыз, тәжік елдерінен келген жұмысшылардың көп болуының алуан түрлі себебі бар. Ең әуелі Көкейтестінің өткен кезегінде айтып өткеніміздей, Қазақстандағы тұрмыс деңгейі бұл елдерден әлдеқайда жоғары. Қазақстаннан тапқан табысы ол елдерге барып өз ақшасына айырбастаған кезде қыруар ақша болатынын біз де білеміз. Екінші тұрғыдан, ол елдерде дәл Қазақстандағыдай жұмыс жоқ және жұмыс күші өте арзан. Сосында өзбек, қырғыз, тәжік азаматтары Қазақстаннан ақша табуды құп көреді. Соңғы кездері Қазақстан нарығында өзбек, қырғыз, тәжік азаматтары күн сайын көбейіп барады. Бұрын тек құрылыс, жол салаларында жұмыс істесе, қазір такси қызметінде, көлік жуу қызметінде, алыс жуық қалаларға үлкен жүк көліктерін айдау қызметінде және үлкен сауда орындарындағы тазалық жұмыстарына да осы шетелден келген азаматтар иемденіп жатыр. Әрине, олар үшін Қазақстандағы жалақы жоғары, күндікте жаман емес. Осы мәселені алға тартқан біздің кейбір азаматтар, егер Қазақстан азаматтары өзбек, қырғыз, тәжік азаматтары істеген ақшаға істейтін болса, олар Қазақстанда жан баға алмайды. Себебі Қазақстанда зат қымбат, сондықтан қазақ жастары ондай аз ақшаға істегісі келмейді деген уәж айтты. Жұмыс ақыны көтеру керек деген талапты қойды. Әрине, өзбек, қырғыз, тәжік сияқты шетел азаматтарының Қазақстанда көбеюінің себептері тек болған емес. Ең бастысы, біздің ұлттық психикамызда сол шетел азаматтарының Қазақстанда оп-оңай жұмыс табуына мүмкіндік беріп тұр. Өйткені қазақтан гөрі басқа ұлт азаматтары жұмыс істесе сапалы істейді, сенімді істейді деген көзқарас бар. Әсіресе орыс немесе басқа славян халықтары жұмыс істесе, олар сөзінде тұрады, жұмысты жақсы істейді деп қарайтын көзқарас Қазақстан қоғамында әбден орныққан. Ішкерлеп айтсақ, оның да себебі бар. Шетелден келген немесе басқа ұлт азаматтары не айтсаң да айтқаныңа көніп, жұмысыңды ойдағыдай істеп беріп, ақшасын алуға тырысады. Жауапкершілік тұрғысынан, уақытқа құрмет ету тұрғысынан, сөзінде тұру тұрғысынан қазақ азаматтарының кейбір жақтан кемшілік көрсететіні жасырын емес. Міне осы тұрғыдан алғанда біздің ұлттық психологиямызда жұмыс табуына өзіндік салқынын тигізіп тұр. Әрине, Қазақстандағы жұмыстың бәрін қазақтың өз азаматтары істеп тұрған болса, өзбек, қырғыз, тәжік азаматтары тентіреп бізге келмес еді. Неге сол тәжік, қырғыз, өзбек азаматтары Қытайға бармайды? Қытай нарығына барып еңбек істеп ақша тауып жүрген Орта Азияның азаматтары
жоқтың қасы. Өйткені Қытай оған мүмкіндік бермейді. Қытайдан асқанын тұнған ұйғыр ұлттары иемденіп отыр. Егер біздің қазақтың азаматтары дәл сол Өзбекстанға барып, қаптаған өзбектің арасына барып жұмыс жасап көрсінші. Мыңда бірі болмаса, кез келген қазақты олар өз ортасына жұмыс істеткізбейді және сіңдірмейді. Ал біз керісіншеміз. Екінші тұрғыдан шетелден келген жұмысшыларға біздің билік жағынан да сұраныс бар және қорғау пиғылы бар. Өйткені көптеген жұмыс орындарына жұмысшы тапшылығы туылатыны рас. Ал сол орындарға қазақ азаматтарын жұмыс қалса, жұмыс ақы төмен болғандықтан, көп етпей ол азаматтар Қазақстанның заңын біліп тұрғандықтан, өзінің құқығын қорғап, жалақымызды көтер, тұрмыс шарт жағдайымызды жақсарт деген талап қояды. Ал шетелден келген өзбек, қырғыз, тәжік немесе басқа ұлт азаматтары көбінде жұмыс тапқанына қуанып, жан бағарлық еңбек ақысын алғанына мәз болып жүре береді. Яғни оларды жалдап алған қожайындар оларға ауыр еңбек істетіп жатса да, олар өзінің құқығын қорғап, Қазақстан азаматтары сияқты шу шығармауы мүмкін. Сосында біздің қалталы азаматтарымыз және кәсіпкер азаматтарымыз дауы көп, дамайы көп, әңгімесі көп, жергілікті тұрғындарды алғаннан айтқанға көніп, айдағанға жүретін шетел азаматтарын алуға бейім тұруы да әбден мүмкін. Оның үстіне шетелден келген жұмыскерлер бұл жаққа келгенде белгілі бір адамның қорғауына мұқтаж. Яғни кришасын тауып алып, өз жұмысынан оларға процентін беріп отырып жұмыс істейді. Олар солардың мүддесін қорғап отырады. Яғни өзбек, қырғыз азаматтары мәлім бір азаматтардың қанатының астына кіріп алып, Қазақстан нарығынан емен еркін ақша тауып жүр. Осы тұрғыдан алғанда, Қазақстандағы жұмыстың көбін шетелден келетін азаматтардың иелеп кетуі біздің еңбек нарығындағы әртүрлі келеңсіз жағдайлармен байланысты екенін топшылау қиын емес. Бұған бейжай қарауға болмайды. Билікте, жергілікті әкімшілік органдар да бұған түрлі шаралар қолданып, шетелден келетін жұмыскерлердің санын азайтып, олардың көптеп ағылуына тосқауыл қоймаса, өз ішіміздегі еңбек нарығына үлкен ықпал жасауы мүмкін. Яғни қазақстандық азаматтар жұмыссыз қалып, ақшаның көбі қарапайым жұмысшылардың қалтасымен шетел асуы әбден мүмкін. Әрине, бұл ретте жұмыс істейтін қазақ азаматтарының сапалы, уақытында әрі жауапкершілікпен істеуі айрықша маңызды. Егер қазақ азаматтары қолынан келіп тұрған жұмыс болса, уағында бітірсе, әрине біздің азаматтарымыз да өз азаматтарына ақша бергенді қалайды. Өкінішке орай, 5 саусақ тең емес, бәрі демей қояйық, бір қарым майды бір құмалақ шірететіні сияқты қазақ жұмыскерлерінің арасында да әртүрлі азаматтар бар. Демек, бізде кінә жоқ емес, қазақ жалқау емес, еңбеккер, жапаға төзімді, қолынан іс келетін халық екені рас. Бірақ қазір біз сай көрсек құлдай кететін, жұмыстың жеңіліне қарай жүгіретін, яғни ауырдың үстімен жеңілдің астымен кетуге жалтақтап тұратын болған жоқпыз ба? Оның үстіне қазір қалаласу аяқ алысының тездеуіне байланысты біздің жастарымыз телефоннан көз алмайтын, жанын қинап, ақша тауып жұмыс істегеннен гөрі кеңседе отырып, аз болса да жалақы алуды құп көретіні жасырын емес. Сосында қазір күзет қызметінің негізгі бөлігін біздің қазақ азаматтар ұстайды. Әрине, зейнетке шыққан азаматтардың жөні бөлек, екінші жұмыс ретінде күзет жұмысымен айналысса ешқандай әбестігі жоқ. Бірақ тепсе темір үзетін азаматтардың охрана жұмысын арнайы қалап келіп, жөні келсе өзі
күзетіп тұрған сол объектінің әртүрлі тауарларын немесе материалдарын ұрлап қосымша кіріс қылатыны бізді қатты қынжылтады. Бұл біздің ата бабамызда, ұлтымызда, дәстүрімізде жоқ әдет. Қазақ аманатқа қиянат жасама деген халық. Ал оның қасында сізге айлығыңызды беріп, мынаны күзетіп бер деп шақырса, мен күзетші болдым деп тұрып алып, жалақыны бір алып, көзі тайса ұрдап сату, бұл нағыз адамгершілікке жат әрекет. Әрине, қазақ азаматтарына қазір үлкен қолдау керек. Өйткені біздің елдің экономикалық жағдайы, әсіресе қазақ ұлтының ауылдағы қазақтардың тұрмыс деңгейі тым шіркін-ай емес. Ауылда мандыған жұмыста жоқ екені рас. Сондықтан билік жағынан және кәсіпкер азаматтар жағынан біздің қазақ жастарына, қазақ жұмыскерлеріне үлкен қолдау керек. Егер біздің кәсіпкер азаматтарымыз үлкен объектілерді, нысандарды алып жұмыс істейтін болса, көбінде бір тамсада бикеме тамсын дейтін идеямен қазақ азаматтарын жалға алып жұмыс істесе, бір қазақ байыса, ертең оның қазаққа пайдасы тиетінін ұмытпаса керемет болар еді. Өзбекте бір мақал бар: кілем сатсаң көршіңе сат, бір шетінде өзің отырасың деген. Дәл сол сияқты біздің әрбір қазақ бай, бақуатты болса, оның игілігін айналып келгенде қазақ елі көреді, жалпы қазақ көреді және біздің ұрпағымыз көреді. Сондықтан біздің айтқан бұл әңгімемізді қазақты меннеу, сынау деп түсінгеннен көрі, осындай кемшіліктерімізді түзетіп, жалпы қазақтың бірлесіп жұмыс жасап, барлық қазақты бай, бақуатты етіп, Қазақстан елін дамыған елге айналдырсақ, несі жаман? Демек, ойды ой қозғайды. Қазақстанға келіп, шетелдің азаматтары күреп ақша тауып жатқанда, біздің жұмыс жоқ деп, немесе аз ақшаны менсінбей, көп ақшаны таба алмай жатқанымыз ойланатын мәселе. Ұлттық банктің дерегінше 2024 жылы Қазақстаннан шетелге 59 миллиард теңге аударылған. Ал шетелдегі жұмыс істеп жүрген Қазақстан азаматтары Қазақстанға 19 миллиард теңге ақша аударған. Демек, кірген ақшадан шыққан ақша 3 есе көп. Қазақ айтқандай, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің біресі артық дегендей, ерте қимылдамасаң, ырыс та, несібе де оңай қолға түсе бермейді. 2025 жыл Қазақстанда жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Әрине, бұл жыл тек науқанмен өтіп кетпеу керек. Билік және жергілікті әкімшілік органдар осы түйінге баса назар аударып, қазақ азаматтарын қысқа мерзімді сұранысқа ие мамандықтарға тәрбиелеп, олардың көптеп жұмыс табуына, қазақ нарығындағы жұмыстарды қазақ азаматтарының өз істеуіне мүмкіндік жасау керек. Ұлт болып ұйыспай еш нәрсе бітпейді. Қазақтың саусақ бірікпей, ине ілікпейді деген сөзі осыған қаратылған. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.